Сәлеметсіңдер ме балалар? Математика 4-ші сынып 168-ші сабақ. 168-ші сабақ. Қорытындылау дейді. Бірінші тапсырма: суреттерді қара, қандай графиктер туралы айтылып тұр. Енді А нұсқасына қараймыз. Температура 0 градустан бастап 1 қалыпты көтеріледі дейді. Енді графиктерге қараймыз. 0 градустан бастап 1 қалыпты көтерілген қай графикте көрсетілген? Бірінші графикке назар аударайық. Бірінші графикте 0-ден бастап, 0 градустан бастап температура 1 қалыпты көтеріліп отырған. Яғни ол бірінші график дұрыс келеді. А нұсқасына қараймыз. Температура 20 градустан 0 градусқа дейін төмендеді дейді. Ол бізде үшінші, яғни 20 градустан 0 градусқа дейін жаймен ғана төмендеп тұр. В нұсқасы температура 0 градуста ұстап тұрып, кенет көтеріледі. Ол екінші графикке қараймыз. 0-ден бастап жаймен ол 1 қалыпты ұстап тұрып, 1-ден көтеріліп кеткен. Келесі екінші тапсырмаға назар аударамыз. Екінші тапсырма: өрнектер құр және олардың мәндерін тап. Енді қараймыз. А нұсқасы: 168.794 пен 37 сандарының бөліндісін 3 есе арттыр дейді. Яғни жазып аламыз. 168.794-ті бөлеміз 37-ге, жақшаның ішіне саламыз, оны көбейтеміз 3-ке. Екінші әсін қараймыз. 277.159 пен 47 сандарының бөліндісін 17.115 пен 815 сандарының бөліндісін не кеміт дейді. Екеуін жақшаға алып бөлеміз және азайтамыз. Келесі 258.000-нан 21.125 пен 65 сандарының бөліндісін кеміт дейді. Яғни 258.000 азайтылған, жақшаның ішінде 21.125 бөлінген 65 дейміз. Сосын осыларды шығарамыз. Мен төбесіне қызыл бастымен жазып қойғанмын. Қайсысы бірінші жол, қайсысы екінші жол. Бірінші қайсысын орындап аламыз, сосын қайсыны есептейміз. Үшінші тапсырма: сызба бойынша есептер құрастыр және шығар дейді. Сызбаға қараймыз, есеп құрастырайық. А сызбасына қараймыз. Бұл жерде екі жылдамдық беріпті. Біз бірінші жылдамдықты 90 км сағат, екінші жылдамдықты 70 км сағат деп жазамыз. Және ара қашықтық берілген 220 км. Бізге табу керек сағатты, олардың кездесу уақытын табуымыз керек. Енді біз жалпы жылдамдықты тауып алу үшін жылдамдық 1-ден жылдамдық 2-ні азайтамыз. Яғни 90-нан 70-ті азайтамыз, 20 км сағат шығады. Енді уақытты табу үшін біз уақыттың өзінің формуласы ара қашықтықты бөлеміз жылдамдыққа. Яғни 220 бізде ара қашықтық берілген, 220-ны бөлеміз 20-ға, сонда болады 11 сағат. Яғни олар 11 сағаттан кейін кездеседі. Ә нұсқасына назар аударамыз. Бұл сызбада да екі жылдамдық берілген, және уақыт берілген, және ара қашықтық берілген. Жылдамдық 1 70 км сағат, жылдамдық 2 90 км сағат, уақыт 3 сағат дейді. Ал ара қашықтық 220 және екінші ара қашықтықты табуымыз керек. Яғни олардың ара қашықтығын табуымыз керек. Олар жүрген жолдың ара қашықтығын табуымыз керек. Енді шешуі: бірінші жылдамдықты тауып аламыз. Яғни 90-нан 70-ті азайтамыз, 20 км сағат болады. S2-ні табу үшін біздер жылдамдықты көбейтеміз уақытқа, 20-ны көбейтеміз 3-ке, болады 60 км. Енді S-тің өзін табу үшін, яғни ара қашықтықты табу үшін 220 км ара қашықтыққа қосамыз 60 км ара қашықтық. Сонда болады 280 км болады. Яғни олардың ара қашықтығы 280 км-ді құрайды. Келесі тапсырмаға назар аударамыз. 4-ші тапсырма: қос тексіздіктерді шеш, сан сәулесінде шешімдер жиынын көрсет дейді. Енді қараймыз. 7 x-тан кем, x 12-ден кем деп тұр. Енді жазып аламыз. X бізде 7-ден артық, x 12-ден кем. Оны сан сәулесінде сызамыз. Яғни 12-ге дейінгі сандар, өйткені 12 үлкен ғой x-тан. 12-ге дейінгі сандарды
белгілеп аламыз және 7-ден үлкен сандарды белгілеп аламыз. Сонда бұл жерде қиылысатыны бізде көрсетеміз. 8, 9, 10, 11-де олар қиылысады. Келесі 5x-тан 5x-тан кем, x 9-дан кем. X-ымыз артық 5-тен деп жазып аламыз және x-ымыз кем 9-дан деп. Оны сан сәулесіне сызған кезде белгілеп сызамыз, яғни 5-тен жоғары сандарды және 9-дан кем сандарды сызып аламыз. Сол кезде бұл жерде бізде қиылысады 6, 7, 8-де қиылысады. Келесі 5-ші тапсырма есептерді шығар дейді. А нұсқасы: дәмханада бірдей мөлшерде тәтті нан мен кофе сатылды. Тәтті нан 40 теңге, кофе 50 теңге тұрады. Барлық сатылған кофе мен тәтті наннан 1800 теңге түсті. Тәтті нан мен кофенің әрқайсысы қанша ақша түсті? Енді есептің шартын құрамыз. Тәтті нан 40 теңге, бірақ қанша сатылғаны белгісіз, одан қанша ақша түскені белгісіз жазып қоямыз. Екінші кофе 50 теңге, одан да қанша ақша түскені белгісіз. Бірақ общий түскені 1800 теңге деп жазамыз. Енді шешуі: біздер тәтті нан мен кофенің бағасын қосып аламыз. 40 қосу 50, 90 болады. Енді барлық түскен ақшаны сол 90-ға бөлеміз, яғни 1800 теңгені 90-ға бөлеміз. Сол кезде 20 шығады. Енді яғни ол санын көрсетіп тұр 20 деген. Енді 40 теңгені көбейтеміз 20-ға, 800 теңге, яғни бізде тәтті наннан түседі екен. 50-ді көбейтеміз 20-ға, 1000 теңге, ол кофеден түседі екен. Сонда тәтті нанға 800 теңге, кофеден 1000 теңге ақша түседі екен дәмханаға. Енді ә нұсқасына назар аударамыз. Ә нұсқасы: дүкенде 75 кітап пен 542 дәптер сатылды. Дүкенге 51724 теңге түсті. Егер бір дәптер 47 теңге тұратын болса, кітаптың бағасы қанша? Есептің шартын құрайық. Сатылды 75 кітап, 542 дәптер. Түсті 51724 теңге. Бір дәптер 47 теңге тұрады, бір кітап қанша теңге тұрады? Енді 542-ні көбейтеміз 47-ге. Өйткені дәптердің бағасы 47 теңге. Сонда 25474 болады. Енді барлық түскен ақшадан осы ақшаны азайтамыз. 51724-тен азайтамыз 25474-ті. Сонда шығады 26250 теңге. Енді 26250 теңгені бөлеміз 75-ке, өйткені 75 кітап сатылды. Бөлген кезде 350 теңге шығады. Сонда кітаптың бағасы бізде болады 350 теңгені. Келесі 6-шы тапсырмаға назар аударайық. Суреттегі бейне айнадан қалай көрінетінін дәптеріңе сызып көрсет. Ортадағы сызықты айна деп ойла. Дәптерімізді аламыз, осыны сызып көреміз. Ол айнада қалай тұрады? Міне мен сызып көрсетіп қойдым, осыған қарап сызсаңдар болады. Келесі 7-ші тапсырма: өрнектердің мәнін тап дейді. Өрнектердің мәнін табамыз. Өрнектердің мәнін табайық енді. Мен оған қайсысы бірінші орында алатын, бірінші амал, екінші амал, үшінші амал деп жазып қойдым. Соған қарап өздерің шығарсаңдар болады. 8-ші тапсырма: есептер бойынша өрнек құр дейді. Екі велосаяхатшы бір уақытта туристік базадан бірінен бірі қарама-қарсы екі бағытқа шықты. Біреуінің жылдамдығы 24 км сағат, екіншісінікі 26 км сағат. 3 сағаттан кейін велосаяхатшылар бір-бірінен қандай арақашықтықта болады? Есептің шартын құрамыз. Бірінші жылдамдық 24 км сағат, екінші жылдамдық 26 км сағат. Уақыт бізде 3 сағатты құрайды және біз екеуінің бір-бірінен арақашықтығын табатын боламыз. Шешуі: бірінші арақашықтықты табамыз, яғни екі жылдамдықты қосып, негізі оның формуласы жылдамдықты көбейтеміз уақытқа ғой. Біз 2 жылдамдық бергендіктен ол 2 жылдамдықты қосып аламыз. Яғни 24 қосу 26 жақшаның ішіне жазамыз, көбейту 3. Сонда болады 150 км.
яғни 3 сағаттан кейін екі велосаяхатшының арақашықтығы 150 километр болады. Вариантын қараймыз. Арақашықтығы 840 километр болатын екі қаладан бір уақытта бір-біріне қарама-қарсы бағытта тауар таситын және жолаушылары пойызы шықты. Тауар таситын пойыздың жылдамдығы 48 км сағат. Жолаушылары пойызынікі 92 км сағат. Пойыздар қанша сағаттан кейін кездеседі? Яғни бізде берілген арақашықтық 800 км. Бірінші жылдамдығы, яғни бірінші пойыздың жылдамдығы 48 км, екінші пойыздың жылдамдығы 92 км сағат. Уақытты табуымыз керек. Уақыттың формуласы бізде арақашықтықты жылдамдыққа бөлу. Бізде екі жылдамдық берілгендіктен ол екеуін қосып аламыз. Яғни 840-ты бөлеміз жақшаның ішінде 48 қосылған 92-ге. Сонда 5 сағат, то есть 6 сағат шығады. Сонда олар пойыздар 6 сағаттан кейін олар кездеседі. Келесі 9-шы тапсырманы орында дейді. Екі санның қосындысы 385-ке тең. Олардың біреуі 0-мен аяқталады. Егер 0-ді сызсаң, онда екінші сан шығады. Осы санды жаз дейді. Енді оны теңдеу құру арқылы шығарайық. Яғни екі санның қосындысы 385-ке тең болады екен. Біз 10x қосу x тең 385 деп жазамыз. Енді жазамыз 11x тең 385. X тең 385 бөлінген 11, x тең 35 болады. Сонда бір санымыз бізде 35 шығады. Және 10x дегеніміз 10-ды көбейтеміз 35-ке 350. Неге біз 10x деп алдық? Өйткені олардың біреуі 0-мен аяқталады дейді. 0-мен аяқталу үшін біз 10-ға көбейткен кезде ол 0-мен аяқталады. Сонда 350 мен 35 шығады. Келесі тапсырма, 10-шы тапсырма, симметриялы фигураларды толықтырып сал дейді. Бізге фигураның бір жақ беті берілген, екінші жақ бетін өзіміз сызамыз. Міне мен сызғаным бойынша өздерің дәптерлеріңе сызып алыңдар.